Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлдина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін духовкада дайын болатын сазанның рецебімен бөліскім келеді. Алдымен сазанымызды ішін сыртын жақсылап тазартып, осылай видеодағыдай бөлесіздер. Арасына қазір тұздаған уақытта тұзы жақсы сіңуге. Сонан соң үстіне тұз сеуіп, осы жарты лимонның суын сығамыз да 40 минутқа қойып қоямыз. Үстіңгі жақтарын жаңа тұз сіңуге кескен бөліктерді тек сүйегіне ғана жеткізбей кішкене ғана кесеміз. Қырық минут тұзы сіңгенше түрлі көкөністерді кесіп оформлениеге қоюға болады. Міне мен тәтті қызылбұрыш пен баклажанды алдым. Осыны тұздап қойып, сонан кейін жақсылап сковородкеге қуырып аламын майға. Мінекей осылай жақсылап екі жағын қызартып қуырып аламыз. Бұл тек оформлениеге. Сонан кейін тавамызды алып, оның үстіне пергамент қағазын салып, жақсылап майлап, балығымызды осылай видеодағыдай қоямыз да, үстіне фольга жауып 30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Онан кейін 10 минут бетін ашық күйде пісіреміз. 10 минут неге ашық күйде пісіреміз? Өйткені осындай золотистый цвет болып шығу үшін. Неге осылай көкөністермен әдемі қылып әсемдейміз. Өздеріңіз қалауыңызша бұл қандай көкөніс қойсаңыздар да. Мінекей духовкада піскен сазанымыз дайын болды. Дастарханның сәнін ашады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлдина.